Автобустан кетіп баратсам, елдің бары. Байке, ассаламу алейкум. Циркті қачан бүтеді, ремонт қачан бүтеді депші. Міне, автобустың бары айтшы. Мына цирк ашылды жарқылдап. Құдайым бұйырса мына еме гастроль башталады. Ең ұшы қырғыз елін балдарын небере чөберелерін алып келіп, мына ұшияқтан ес алышады. Біздің жашода бұл жаш балдардың жаштығы ұшияқтан өтеді да, цирк деген бұл тарбия беріледі. Жаңы циркті құрған екен, мұндайша айтқанда, бізше қырғызша айтқанда Құдайға шүкір. Жақсы, құрылышы да жақсы, мұнда басқан тұрғаның бүтте керегенің барын жақсы қылып бір кенен кесір, чет өлкөден келсе да біз ұялбайбыз, бардығы жақсы. Ошоларды ұйыштырған басшыларыбызға Алла разы болсын. Циркке өзім концерт қойдым, 99 жылы концерт қойдық әлі да. Ошол уақытта әлі бәрі цирктің ақуалы жетіп қалғанда. Андан кейін әлі бір-екі жолы балдарды алып циркке келеміз, бірақ абдан мышығилар қавалды болып қалды. Циркті көрініші әлі анан біздің таныған артистердің әлі айтусы бойынша абдан кейішті алды болып қалды. Бүгін ушунчалык көріп алып толқындап бір жаңы цирк ашылғандай бір башкача маанайда болуп атабыз. Бүгін бізге қош байрам болып атат. Себебі ошо кыргыз маданиятынын күнү, анан ошо кыргыз маданиятынын ошо цирк имаратынын дагы кайра жаңырып оңдолгондон кийинки ачылышы болот. Ушунчалык көңүл жубатарлык. Башка жактан коноктор келсе да ушунчалык бир көкүрөктү көтөрүп, бир мактана турган, жаркыраган сол имарат болуп тур. Маданият жаатына бүгүнкү күнү мамлекет тараптан аябай чоң басым жасалып атканы бул аябай сүйүндүрөт. Себеби дегенде элдин маданиятын көз карашын, бирине болгон мамилени, адамдын жүрөгүндөгү бир жылуулукту өндүрүш, өстүрүш кыйыныраак болот да. Анан ар бирибиздин баягы кичинекейибизде мындай жүрөгүбүздө цирк бул майрам, цирк бул шоу, цирк бул мындай кандай бир эргүү деп мындай элесибизде калган да. Анан бүгүнкү күнү ушу циркти кайра жандандырып, ушундай бийик деңгээлдеги ремонт менен, жаңылоо менен, анан мен билишимче репертуар жагынан дагы мындай жаңы репертуар болуп, улуттук аспаптар менен оркестр коюлуп, бул деген кеп кайрадан ушул маданиятты өнүктүрүп, кайрадан биздин балдарга, биздин келечек муундарга мындай жүрөгүнө жылуулук арнала турган бир этап келди деп мен аябай сүйүнүп атам.